Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында люле кебаб дайындайтын боламыз. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай сочный люле кебаб шығады. Және де лавашты да қолдан жасайтын боламыз. Ендеше бізге тартылған сиыр еті қажет болады. Ұсақтап туралған пияз, дәміне қарай тұзын, бұрышын және бір дана жұмыртқасын салып, барлығын жақсылап қолыңыздың көмегімен араластырып алатын боламыз. Өте оңай әрі тез жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі енді айта алмаймын енді қыздар. Және де бізге осындай шпажка таяқшалар қажет болады. Кез келген дүкенде сатылады. Қолыңыздың көмегімен дәл видеода да жасап люлеларды дайындайтын боламыз. Осылай біркелкі форма жасап, қолға жабыспайды. Бәрі өте оңай, тез жасалады. Алдын ала қызып тұрған духовкаға 180 градусқа небәрі 30-40 минутқа, әрине өзіңіздің духовкаңызға қарайсыз, пісіріп алатын боламыз. Осылай барлығын қойып шығамыз. Одан бөлек люлеміз пісіп болғанша лаваш дайындайтын боламыз. Бізге ұн, сұйық май, дәміне қарай тұз және де қайнатылған 10 минуттай суытылған ыстық суға қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып, осындай аздап тыңықтырып, мен 9-10 бөлшектей лаваш дайындадым. Барынша жұқалау қылып турап, қызып тұрған табаға ешқандай май жақпай, осылай тез-тез піседі. Қарап отырыңыздар, сәл қызарса жеткілікті. Піскеннен соң бетіне аздап салқын су себесіз. Сол кезде лавашыңыз одан сайын жұмсақ болады. Мінекей біздің люлеміз дайын. Барлығын осы дайындап берсеңіздер, өте дәмді, мықты болады. Видеоны осы каналға тіркеліп лайк басыңыз.